Сәлеметсіздер ме балалар? Өте керемет, бәріңіз жақсы, түзу оқыңыз, иә балдар? Ал енді балдар, бүгін сабағымызда бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, сабақ бастайық, иә? Көңіл күйіміз көтеріңкі болсын. Мен бүгін бәріне жақсылық, суреттерімді жақсы салғандарды көремін. Иә, сабағымыз түсінікті болды. Ары қарай тағы айтады. Біз сабағымызға және тағы сабағымыз жақсы, күшті, осы мақсатымыз өтсін. Алдымызға қойған мақсатымызға қол жеткізейік деп тұр. Өте керемет балдар. Ал енді бүгін біз алдыңғы тақырыпта натюрморт жайлы біраз әңгіме қозғаған болатынбыз. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ұлттық сәндік натюрморт. Натюрморт дегеніміз не екен? Кеше басында сөйлегенбіз, натюрморт дегенімізді қалай түсінеміз? Кім оқып натюрморт? Самал? Натюрморт белгілі бір заттарды бейнелеу ғана емес, оның мағынасы да, мазмұны да болады. Натюрмортта бейнеленген заттарда көп мәлімет береді. Натюрмортты тек қана бір зат емес, одан да көптеген нелер береді екен? Мәліметтер береді екен, иә балдар? Мысалға келтірейікші, натюрмортта біз қандай суреттер салып аламыз натюрморттың? Нені суреттер салып аламыз? Шеңбер, шақты, бұрыш және сопақ. Енді балдар, сендер айтасыңдар, үшбұрыш, шеңбер, яғни бүгінгі біздің сабағымыз қай пәнмен байланысты болып тұр? Өте керемет. Рахман айтшы, қай пәнмен? Орнына тұрып айта ғой. Математика пәніменен. Себебі бұл жерде шеңберді, үшбұрышты, тікбұрышты біз математика пәнінен өткенбіз, иә? Яғни біздің бүгінгі сабағымыз математика пәніменен ары қарай натюрморттың қандай түрлерін қалай қолданамыз, не білер екенбіз түсінеді. Үйде оқып көпті бәрі қолданамыз. Натюрморт композициясының кез келген үшбұрыш, тікбұрыш, тікбұрыш, сопақша сияқты геометриялық пішіннің ішіне салуға болады. Енді балдар, композиция дегеніміз не екен? Композиция. Бейбарыс. Натюрморт композициясын көбінесе ол қағаздың форматы арқылы жасалынады. Ол үлкен затты кішірейтіп, кішкентай затты үлкейтеді. Енді осы натюрморт дегеніміз, композиция дегеніміз не дегенмен бірге стильдеу дегеніміз бар, иә балдар? Иә. Айта қояйын. Стильдеу дегеніміз бір қатар шартты тәсілдер арқылы орындалатын заттардың сәндік бірлесуі. Сәндік натюрмортта көлемді беру міндетті емес. Бейнеленетін заттарда жоқ, ою-өрнек, бедерлерді суреттеуге болады. Гүл, ыдыс, жеміс, құмыраларды геометриялық пішіндер түрінде суреттеуге болады. Жаңа сабағымыздың басында балдар айтып кетті. Біздің сабағымыз математикамен және де геометрия пәніменен өте тығыз байланысты екен. Енді балдар, біз осы сабағымызда өзімізге нәрселерді үйренеміз, иә? Шығармашылық жұмыстарменен не қыламыз? Айналысамыз. Алдымызға мақсат қойып алуымыз керек. Яғни ол мақсатқа жету үшін біз дайын бұйымдар жасау үдерісіне қазақтың ұлттық мәдениет элементтерін пайдаланамыз. Мысалы, біз жаңа өздерің айтып кеткенде құмыра дедіңдер, иә? Құмыраны саламыз. Кітапта бар. Мына кітапты қарасаңдар, осы
құмыраның бірнеше сызбасы бар. Болмаса бізде керемет сурет салатын оқушыларымыз да бар, иә, өткен сабақта байқағаныммен, қамал шығып бір не бар қойшы, суретті салып, тақтаға көрсетші балдарға, көрейік, сен қалай бастайды екенсің. Балдар жұмысқа бәрін суретті жақсы салады екенсіңдер. Бәріміз өзіміздің алдымыздағы сурет дәптерлерімізді керемет балдар, керемет. Біз жұмысты сыныпта да керемет болды. Өте керемет. Ал мені. Көрдіңдер ме балалар? Негізінде балалар, натюрморт деген сөз француз сөзі. Дәл мағынасы бөлек табиғат деген ұғымды білдіреді. Иә балдар? Натюрморт алғаш рет 17-ші ғасырдың басында Голландияда пайда болған. Сәндік натюрморттың басты міндеті заттарды, олардың пішінін, түсін, түрін стильдеу. Балалар, өздерің қазір натюрморттың түрлерімен жұмыс істеп жатырсыңдар, иә? Натюрморттың түрлері реалистік және сәндік, абстрактылы болып бірнеше түрге бөлінеді екен. Енді қазақстандық натюрморттардың бейнелеу ерекшеліктері бұл жерде біз не істейміз? Өзіміздің ұлттық оюларымызды пайдаланады екенбіз. Натюрморт салу кезеңдері, өздерінің алдарында салып жатсыңдар. Енді балалар, осы жерде сабақта аяқтай келе біз нені үйрендік, нені білдік. Үйрендік, нені білдік. Айта ғой, Бейбарс. Мен бүгін сабақта натюрморттың композициясы туралы жүрдім. Олардың қалай салу керек екенін. Өте керемет балдар. Сабақ бүгін түсінікті болды ма барлығына? Иә. Ал балдар, бүгінгі сабағымызды аяқтай келе, әрқайсысының салған суреттеріне мен керемет деген баға қоямын. Мені қараңдаршы. Қандай керемет сурет салғасыңдар? Әр уақытта жұмысымызды осылай бастап, осылай аяқталатын болсақ, үлкен шыңдарға жетіп, натюрморттың нағыз бейнелерін салып, суретші болуға бәріміздің құқығы бар. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Сау болыңдар.